Жүректегі мұз деп аталатын түрік сериалы 2024-25 жылдары түсірілген. Сериал Сумру есімді әйел және оның балалары жайлы болмақ. Өз уақытында Сумру өміріне қатысты қиын таңдау жасайды. Жас кезінде Сумруды өз еркінен тыс күштеп, жақсы көрмейтін адамға тұрмысқа шығуға мәжбүрлейді. Ол некеде Сумру, Нұх және Мелек есімді екі егіз бала босанады. Кедейлік пен азаптан құтылуды армандаған Сумру кішкентай балаларды енесіне тастап, жаңа өмір бастауға үміттеніп қашып кетеді. Арада жылдар өтеді. Нұх пен Мелек бір-біріне қамқор бауырмал болып ер жетіп өседі. Қайтыс болардан біраз бұрын әжелері егіздерге анасының әлі де тірі екенін хабарлайды. Жерлеу рәсімінен кейін Нұх пен Мелек көкейлеріндегі сұрақтарға жауап іздеп анасын табу үшін жолға шығады. Ал Сумру болса екінші рет тұрмысқа шыққан, табысты күйеуі және егіздерден басқа тағы да екі баласы бар еді. Егіздері бар екенін ұмытып басқа ғұмыр кешіп жатқан еді. Енді міне Сумрудың ұзақ уақыт бойы жасырған құпиясы ашылуға жақын. Сонша жылдан кейін Сумру егіздермен кездесуге қуанышты бола ма? Әлде олардың жаңа отбасына кіріп, оны құртып жібермеу үшін бәрін жасай ма? Бірақ Сумру не таңдаса да балаларының өз жоспарлары бар еді. Олар аналары Сумрудың оларды тастап кеткендігі үшін жауап беру үшін бәрін жасамақшы. Осылайша әрі қарай ана мен балалары арасындағы оқиғалар шиеленісе түспек. Сумруды егіздері іздеп табады. Бірақ Сумру балалары өзін және оның отбасын мазаламасын, жайына қалдырсын деп ақша ұсынады. Бұл ұсыныс Нұхты ашуландырады. Ол Сумруға: "Біз Мелек екеуміз сен сияқты арсыз емеспіз, біз ақшаға сатылмаймыз" деп үйден қуып шығады. Сумру не істерін білмей көзі жасқа толып үйіне қайтады. Жылдар бойы жиғаны, құрған бақытты отбасы өткен өмірінің құпиясы ашылса, бір сәтте жоқ болмақ. Ал Нұх пен Мелектің анасын кешіретін ойлары жоқ еді. Олар аналарының өмірін азапқа айналдырмақ еді. Содан Нұх пен Мелек анасы отбасымен тұрып жатқан особнякта анасымен бірге тұрудың жолын тауып, олармен бірге тұра бастайды. Сумрудың екінші отбасындағы балалары Жихан мен Севилай өздерінен басқа анасының тағы егіз балалар бар екенін білмейді. Нұх Севилаймен, ал Мелек Жиханмен жақын араласа бастайды. Сумру мұның бәріне қарсы тұруға қанша тырысса да, жастар әр кездескен сайын жақындай түседі. Тіпті олар бір-біріне ғашық болып қалады. Әрі қарай не болмақ, оны білу үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта каналымда жүректегі мұз телехикаясының бөлімдеріне шолу жасайтын боламын. Қолдау білдіріп лайк басып каналыма тіркеліңіздер.